Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бекзат Про және де достар. Бүгін сіздер Бентен модқа қалайша апплод істеуге боларын көрсетемін. Достар, бүгін біз Бентен модын қалай тартуды үйретемін. Яғни айыншы сіздер видеоны тек көріп бітпей лайк басып және подписка істеңіздер өтініш. Өйткені мен бұл модты табу үшін қиналдым, біраз қиналдым. Достар, мұнда көптеген яйца бар дегенде. Мынаны бәріңіз білесіздер. Стоп, бәріңіз білесіздер. Міне мынау өте күшті урон береді және өте не зұлым. Және оған осындай модтар басқаларыңыз келсе, меніңше лайк басыңыздар. Мен сіздерден тек қана лайк сұраймын достар. Қарасаңыз любой не істеп жатырмын. Ойбай, шаяқ. Қазір оны бастады. Анау там умелар бәріміз. Енше кеттік біз. Үшін біз хромға немесе интернет деген программаға біреуіне кіреміз. Біз қазір енше хром деген неге кіреміз. Қазір хром тауып алайын. Хром таппадым. Риск болсаңыз жазамыз. Қарап алыңыздар. Бұған қарамай қойыңыздар. Бұл неге жазасыздар. Скачать мод на Бентен на Майнкрафт маркетплейс дейсіздер. Болды, өйстіп жазасыздар. Сіздерді сайтқа лақтырады. Өйстіп бұл программаны білмесеңіздер, сіздерге тек лақтырады. Мұнда не шықты? Осылай бір бөле шықты. Осыны басасыздар. Маркетплейс деген. Осындай зат шығады. Одан кейін осы жақтардан танысып білінісіп алуымыз қажет. Мен қазір танысып алайын кішкене заттармен. Танысып біліп алған соң, мына жақта осындай зат шығады. Осындай зат скачать деген зат. Сосын басасын, бірден мынандай шығады. Одан кейін достар, поддерживать версия 1.16 және де осы мына басасыздар. Мен бастым, 6 секунд күтесіздер де осы жақтан басасыздар. Басқаннан кейін интерек запрещен деп Майнкрафт открыть файл дегенде сіздер басқан кезде сіздерді неге лақтырып жібереді Майнкрафтқа лақтырып жібереді. Сол кезде сіздер отырамыз. Интерек запрещен деп жібереді. Одан кейін бұндай болмайды. Одан кейін мынаны басасыздар. Создание мира. Одан кейін еш қорықпай мұнда мынаны басасыздар. Осыны активировать деген шығады. Бірақ одан бұрын мынаны басасыздар. Болды. Жақсы.